келесі кестелерінің түрі мынау шұқыма кілем деп те атайды, түкті кесте деп те атайды. Бұл бұрынғы паластың әдісімен кестелетін кесте, арнайы инемен арты осындай болып түседі. Бұл да бір бітпей тұрған жұмыс. Бұдан бөлек мынандай жынси матаға ақ жіптен ғана көркем тігіспен кестеленген кесте. Бұл дөңгелек, бұл бітпей тұр. Ал мынау осындай жынси матаға тек қана ақ жіппен кестеленген, көркем тігіспен кестеленген кесте. Бұл біткен, арнайы дайындап қойдым, дөңгелек. Мынау осындай көркем тігіспен кестеленген, құлақтың бетіне кестеленген, мына түрлі заттар қолданған көркем тігістен бөлек түйме, моншақ, әртүрлі нәрселер пайдаланған. Осындай бұл жастықша, шағын сәндік жастықша. Одан бөлек мынандай жынси матаға кестеленген, дөңгелектен кестеленген кесте, көркем тігіс. Бұл да шағын жастықша. Мынау да мына көркем тігістермен құлақтың бетіне кестеленген кесте. Әртүрлі заттар қолданған, моншақ та бар, торлар да бар, түймелер де бар. Кез келген нәрсені бетіне сәндеп қойып, көркем тігіспен кестеленген. Бұл да шағын сәндік жастық диванға төселген. Бұл да осындай көркем тігіс әдісімен кестеленген пано. Бұнда бетінде жемшік те бар, түймелер де бар, көркем тігістің әртүрлі тігістері бар. Осындай пано бұл қабырға қойып қойылған. Мынау макрамемен әрленген құраққа. Бұл да осындай көркем тігіспен кестеленген сәндік, үйге келетін сәндік бұйым. Мынау да құраққа көркем тігіспен кестеленген кесте, бітпей тұр. Және мынау размері 80-де 80 болатын осындай құрақ. Бұл да бітпей тұр, өзінің кезегін күтіп тұр.